Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Каз онлайн арнасына қош келдіңіздер. Бұл арнада информатика пәнінен БЖБ, ТЖБ жауаптарды талдайтын боламыз. Тапсырманы бастамас бұрын каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар және де достарыңызбен бөлісіңіздер. Бұл сіздерден үлкен өтініш. Жақсы, олай болса, мен қолыма түскен БЖБ 5-ші сыныптың БЖБ-сы 1-ші тоқсан бойынша ақпаратты ұсыну бөлім бойынша жиынтық бағалау тапсыратын боламыз. Олай болса, 1-ші тапсырмаға өтейін. 1-ші тапсырма: ақпараттың берілу тәсілдері бойынша түрлерін көрсет. 2 дұрыс жауап бар дейді. Бізде осы варианттардың ішінде 2-і дұрыс екен. Ол қайсы? Міне, қараңыздар, бізде сабақтың ақпарат беру деген 2-ші тақырыпта ақпарат беру тәсілі бойынша түрлері: сан, мәтін, графика, дыбыс, видео. Осы 5-і ақпараттың берілу түрлері. Осы 5-і. Демек, бізде сан, мәтін, графика бар, 3-і және де дыбыс, видео. Осы 5-і біздің ақпараттың берілу тәсілдері түрлеріне жатады екен. 1-ші сұрақтың жауабы осы 2 нұсқа. Жақсы, ақпарат ұғымына анықтама бер дейді. Бізде кітапты ашамыз. Дайындалып барайық БЖБ-ға. Ақпарат деген сөздің өзінің ұғымы бар. Ақпарат сақтау, өңдеу, жеткізу және пайдалану нысаны болып табылатын мәселемен қоршаған орта ақпарат көзі дейді. Дәл осы сөзді жазып қойсақ болады. Осы қысқаша сөз алып, дәл осы сөз жауаптыға көшіріп алыңыздар. Ақпарат деген не екен? Түсінікті ғой? Жақсы, олай болса, келесі сұрақ көтейін. Ақпаратты адамның сезім мүшелері арқылы қанша пайыз қабылдайтын жазайық. Бізде қараңыздар, ақпарат сезім мүшелері қабылдайтын: көру, есту, иіскеу, дәмдесу. Осы 4-інің қаншама пайыз арқылы қабылдайтын жаз деп тұр. Ол жаңағы тура сол ақпарат беру сабағын қараймыз. Міне қызық деген кішкене ғана көрсете жазып қойған. Біз ақпараттың 81%-ын дейді көру арқылы аламыз дейді. Көру арқылы 81%, 10%-ын есту арқылы, 4%-ын иіскеу арқылы, 3%-ын дәм сезу арқылы. Осы 4-ін сұраған. 5-ші сипап арқылы, сезу арқылы оны бізден сұрамаған. Демек, біз осы 4-інің ғана пайыздарын жазып шығады екенбіз. Түсінікті ғой? Барлығын пайыздарын қояйын. Дәл осылай, мұны көрдіңіздер ғой. Дұрыс жауаптары осылар. Дұрыс жауаптары осы. Ақпарат арналарын қаншаға бөлеміз? Ақпарат арнасы биологиялық және техникалық болып 2 арнаға бөлінеді. Ол бізде ақпарат беру тақырыбында келеді. Ақпарат арналары биологиялық және техникалық арнасы болып 2-ге бөледі. Біріншісі биологиялық,
екіншісі техникалық. Енді ақпарат жазып қойсақ болады. Мынаны биологиялыққа көз қорын мұрын жатады деп. Осыны жазып қойсаңыздар болады. Көз, құлақ, мұрын дейміз. Осыны биологиялық, ал техникалыққа дәл осы сөз жазып қойсақ болады. Теледидар, компьютер, тағы басқа техникалық атауының өзі айтып тұр. Техникалық деп. Осы екеуін жазып қойсаңыздар болады. Жауапты көшіріп алыңыздар. Немесе биологиялық. Жоқ, бізде мысалымен келтір деп сұрап тұр екен. Мысал. Дәл осы. Дәл осылай жазып қойыңыз. Жақсы, олай болса келесі төмендегі кестені пайдаланып отырып табиғат сөзін анықта дейді. Біз ақпаратты шифрлау, ақпаратты кодтау деген тақырыпта өткен болатынбыз. Сол жерде бізге анық көрсетілген дәл осы шифрлау. Қараңыздар, мына тапсырмаға тура ұқсас келеді. Қараңыздар. Қараңыз, тарих деген сөз алатын болсақ дейді. Т қай жерде тұр? 4 пен 4-тің қиылысында. Екеуін қиылысқан кезде Т деген әріп тұр. Сонда 44. Немесе А деген әріп 1 мен 1-дің қиылысында тұр деген сияқты. Осылай істеңдер дейді. Жақсы, олай болса, бірінші бастаймыз. Бізде Т 4 пен 4-те тұр. Және де екіншісі А 1-де. Кейінгісі Р 4 пен 2-де. Одан кейін бізде табиғат деген Та Б болатын болса 1 мен 3. 1 мен 3-тің қиылысы И. 2 мен 5-тің қиылысы Ғ. 1 мен 6-ның қиылысы А. Тағы да А. Одан кейін Т 4 пен 4. Дәл осылай болады. 4-те 4, 1-де 1, 1-де 3, 2-де 5, 1-де 6, 1-де 1, 4-те 4. Дәл осылай белгілейсіздер. БЖБ-ның жауаптары толық түсінікті болды деп ойлаймын. Егер де бір видеоролигіміз ұнаған болса, лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер. Келесі БЖБ-ларда жолыққанша сау, саламатта болыңыздар. Рахмет.